Подсолнух, комфорт и уют в каждый дом. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, Гүлдер Айдарының кезекті берілімі назарларыңызда. Шатқалдарында жар құздың, ақпан жалында қар мұздың, көлденен көзден қорғарсың, жанымда жүрші жалғызбын деп, оқырманына өлең арнаған парасатты поэзияның дүлдүлі, қазақтың көрнекті ақыны, қоғам қайраткері Фариза Оңғарсынова биыл 75-ке қараған шағында дүниеден өтті. Не деген ауыр түн еді, не деген ауыр күн еді. Қайғы шеккен қазақтың қарс айрылды жүрегі. Қара түннің көзінен қап-қара боп қанақты, қара аспанның өзінен қап-қара боп таң атты. Абыздары бүгіліп, іштей жанын жылатты, батырлары үгіліп көзінен мұң құлатты. Теріс ашты түндігін, қайғы жасын бұлатты, барлық ақын бір-бірін көңіл айтып шуатты. Фариза апайымыз ең әуелі махаббат тақырыбын жырлаған ақын, жырлағанда да мұратына жеткізіп жырлаған. Жұмкен Нәжменовтың бір сөзі бар, адамның өнер ғұмыры 3 күннен тұрады дейді екен ол кісі. Біріншісі толған күн, екіншісі махаббат құштарлық сезімінің оянғаны. Ал үшінші ғұмыры адам қайтыс болғаннан кейін немесе өткеннен кейінгі мәңгілік ғұмырының басталу-басталмауы сол адамның тұтас тағдырын бейнелейді дейді екен. Ал Фариза апамыз дәл осы 3 ғұмырды да 3 күнді де басынан ақынша өткізіп, мәңгілікке жалғасқан ақын. Фариза ақын апамыз өз деңгейін тапқан, өз тұлғасымен дараланатын, сонау Қадыр Мырзалиевтің, Тұманбай Молдағалиевтермен тең тұратын қазақ әдебиетінде белді ықпалды тұлғалардың бірі. Кішкентай кезімде, сол кезде бір күні Мұқағалидың қазір қайтып барады жинағын оқып отырып, жанарымды тұманмен тұмшаладым, серіппесі үзіліп тұр садағым, жігітінен қазақтың дос таба алмай, қыза болсаң, мен саған мұңшағамын, ауырлар деп ойлап бем, мұнша қалым деп келетін Фариза апамызға арнаған өлеңін оқып отырып, сонан бастап Фариза апамыз туралы білуге соншалық құмартым. Фариза, Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз, бірімізден арылармыз, ақырын шыдай жалығармыз, Бір ғасырда бір туатын ұлы тұлға Фариза Оңғарсынованың қазасы талай жүрекке мұң тастап, қанша көңілді жабырқатып кетті. Ақын ұлт санасына, рухани қазынасына орасан зор еңбек сіңірді. Ол поэзия әлемінде теңдесі жоқ нәзік лирикасымен ешкімге ұқсамайтын, ешкімді қайталамайтын Фаризаның жолын салып кетті. Фаризамен менің алғаш танысуым 1988 жылы болды. Онда бет көрісіп емес, сырттай таныстық, басқалар арқылы. Сол кезде Фариза өзінің 2 томдық шығармасын жіберіп берді. Ол том 2 томмен еді. Алғашқы танысуымыз осы. 89 жылы Үрімжі Алматы әуе жолы ашылғанда, сол аэропландағы вәкілдер үйірмесінің құрамында мен де Қазақстанға бардым. Жазушылар одағының басшылары Сайын Мұратбеков, Әкім Тарази екеуімен бірге Фариза Оңғарсынова келіп,
менімен амандасты. Өте сыпайы, ол құрметтің белгісі ғой. 92 жылы Шинжаң жазушылар қоғамының уәкілдер үйірмесі Қазақстанға баратын болды. Біз 6 жазушы бардық. Соның ішінде қазақтан 2, мен және Оразхан Ахмет. Қазақстан жазушылар одағының сол кездегі басшысы Қалдарбек Найманбаев қарсы алды, көптеген әңгімелер болды. Енді ол жерде көп жазушылармен кездесті, олар өз алдына мәселе. Сол кезде Фариза бізді үйіне қонаққа шақырды. Мынау кездесуіміздің екінші реті. Бізді бірнеше жас жігіттер мен қыздар сол жерде Фаризаның жанында тұрып қарсы алды. Қалдарбек Найманбаев сөз алып былай деді: сіздер Фаризаның үлкен ақын екендігін жақсы білесіздер. Фаризаның ағасы ерте қайтыс болып кетті. Одан бір қанша балалар қалды, жетім балалар. Соны түгел Фариза бауырына тартып, оқытып, тәрбиелеп, адам қатарына қосты. Міне мына жүрген жастар сол Фаризаның ағасының балалары, яғни Фаризаның балалары деуге де болады. Бұндай істеу кез келген еркектің де қолынан келе бермейді. Тек Фариза ғана осылай істей алды. Сондықтан Фаризаның азаматтығы өте мақтауға татитын ерекше еңбек деп қараймыз. Сіздерге мен осы жағын таныстырамын деп Қалдарбек айтып өткен еді. Кейін Қазақстан әдебиет көркемөнершілерінің, яғни әртістерінің Шинжаңға келіп ойын қоятын бір қимылы болды. Сон топта Фариза да Шинжаңға келді. Алдыменен біздің Шұғыла журналында бір ретті күтіп алдық. Онан кейін біз үйге шақырдық. 2005 жылы Астана қаласында Дүние қазақтары қауымдастығының құрылтайы өтті. Сол құрылтайға Жүңгі уәкілдер үйірмесінің құрамында мен де бардым. Сол жолда Фаризамен және бір кездестік. Бұл енді біздің ең соңғы кездесуіміз болды. Одан кейін қайтып мен кездесе алмадым. Бірақ Фаризаның шығармашылығы, оның ақындығы, оның өте кішіпейілдігі, бауырмалдығы, жалпы адамгершілігіне мен өте қатты разы болдым. Фаризаның өнер әлемі қазақ қыздарының қанатын қатайтар кеңістігі іспетті. Жырларынан жібекте есілген нұр тарайтын, қыз сырындай сырлы лирикалары қаншама жұрттың жүрегін балқытты. Әлде бір сағыныш дейтін таусылып бітпес алыс жолдың бойында ұзақ сарылған ақын туған жерін, оның ескен желін, ағайын туыс, аға достың бәрін сағына білді. Ол уақыттан уақытқа өтіп, өткен шақты, ұмытылмас сәттерді, қызғалдақ гүлді, қызыл орамалды қыз дәуренді қызыға жырлады. Жырлап қана қойған жоқ, өз болмысы арқылы қыз ғұмырдың құбылысын, қызылды жасылды қазақты өмірін қыр басына шығарды. Ақынның сыры да, мұңы да тек қана мөлдіреп тұрған жыр жолдарының ішінде моншақтай мөлтілдеп тұрған іспетті. Фаризаға дейінгі қазақ қыздары айта алмаған әйелдің жан дүниесін ашқан, әйелдің сырларын ашқан, оны ашқанда да дәл бүгінгі біздің кейбір әлемдік әдебиетте оқысаған, басқұлт әдебиетінде оқысаған, қазіргі кейбір жастарымыз оқысаған жалаңаштамаған. Тек қазақ қыздарына тән сырлықпен, моралдылық, құпиялықпен осыны бірден бір поэзияға әкелген қазақ ақыны деп білемін. Ақын еркіндікті, бостандықты сүйетін, ойлаған ойы, айтқан сөзі, жасаған ісі бірдей болып тұрушы еді.
Ол өмір ылғи жұпарлы жеміс гүліне, ой жырасы болады тегістің де. Адал мөлдір қалпында қалу деген оңай емес, құбылған жер үстінде деп адалдықты ақиқатты жырласа, таудай деме жаманды, ісін тана ішін ұқ, аласы артпас адамды көз құрмайтын кісілік деп нағыз адамгершілікті жырлайды. Чәкен әдебиет көркемөнөшілер бірлестігінде қызмет істеп тұрған кезінде Қазақстанға бірнеше рет шықты. Сол байланыспенен Фариза Оңғарсыновамен де бірнеше рет кездескені бар екен. Ел аралық мәдениет ауысу болғанда, сонда ойын сауық үйірмесінде Фариза Оңғарсынова да осы Шинжаңға келді. Енді әлгі қазақта сыйға сый, сыраға бар деген үйге шақырдық. Сол бірнеше сағат үйде болған кезде маған еткен әсері бұл әрі қарапайым жағымда, ешқандай жаттық сезінбейсің. Оның алдында өзіңнің көңіліңдегіңді ешқандай жасырмай айтқың кеп тұрады екен. Фариза туралы менің өзімнің аңғарғаным бұл адамда бір адамдық қасиет болады ғой енді. Бірақ бұның адамдық қасиеті әдеттегі адамдық қасиеттен жоғары. Ой қорытуы, сөйлеген сөзінен бұның тереңдігі, білімділігі, адамгершілігі, азаматтығы менмұндалап тұрады. Енді Қазақстан жазушыларының, ақындарының шығармалары біз жаққа ерте келген. Біз алғаш соларды оқып, солардан әсер алдық. Бірақ мәйлі Мұқағали болсын, Қадыр болсын, Тұманбай болсын, яки басқаға Ғапу Қайырбеков дейміз, Таймәмбет дейміз, көп ақындар бар, солардың барлығы да бізге көп жақсы әсер еткен. Бірақ Фаризаның өлеңдері сол, ол өз алдына өзінше стилі бар, ерекшелікке ие. Фаризаның шығармасын жастардың қанша оқып жүргенін мен онша көп көзіммен көргем жоқ. Бірақ мына кітапты қазақ қана емес, қазақ тілін білетін кейбір ұйғыр ағайындар да сұрап алып, қайта-қайта оқығаны бар. Көңілді, жабы күнімді, азапты қайғым мұңымды, өзің менен бөліскенім үшін, сәсіздіктерім мен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау тағдырым болып, баста көріскенім үшін, өлең, мен сені аялап өтем. Иә, ақын Фариза Оңғарсынова өлеңге осылай серт берген. Әрі ақын қаламынан туған жауһар жырлар өз оқырмандарының да ыстық ықыласына бөленеді. Біз қалай мақтасақ та, қанша жоқтасақ та, ол лайықты тұлға. Өз басым енді өкінішке орай біздің жас кезімізде, ең алғаш қалам тербеп жүрген кезімізде Фаризаның шығармалары қолымызға тимеді. Кейін екі елдің достығы жақсарғаннан кейін Фаризаның дауа, ертең деген жинақтары қолыма тиді. Үлкен сабақ алдым деп айта аламын. Сол Фаризаны оқып, өзімізде қандай кемшілік бар деген нәрсені сол Фариза арқылы білдім. Кейін ұстаз тұттым деп айтсам да артық емес. Фариза тек маған емес, күллі қазақ қыздарына, поэзияға қалам тербеп жүрген барлық қазақ қыздарының ұстаз деп мақтана айтуға татитын ақын. Біреулер айтады, бұл кісінің тұрмысына, тіршілігіндегі бір дүниелерді көлденең тартып, бұл кісі бақытты ма деген алғау сұраулар да болады. Бірақ біздің түсінігімізше нағыз ақынша өмір сүре алды. Әйелдік тағдырды сырып тастап, үлкен азаматтық ой, азаматтық үнін ескерткіш ретінде қалдырды жырларын. Бір өлеңдерінде азаппен атқан таң азба, жарқ етіп кейде жыр үміт, беттегін келмей қағазға, ас үйге кетем жүгіріп. Бұдан біз асқан еңбекшілдігін, қажымай талмай ғұмырымен өнерге берілген алып тұлға екендігін әбден танимыз. Ақынның тұңғыш 1966 жылы шыққан Сандуғаш атты жыр кітабынан кейін мазасыз шақ, асау толқын қатарлы 30-дан астам жақұттай жарқыраған жыр кітаптары жарық көрді. Ал сайраған жетісудың бұлбұлымын, дала тағдыры қатарлы көлемді поэмалары өз алдына бір төбе.
Фариза Оңғарсынова әйел тақырыбын шығармаларына арқау етіп жазған ақындардың бірегейі. Әсіресе әйел тілегі, қызыл тымақты қыз, қыз сөзі қатарлы жырлары. Жыр жазу деген азап, от, әйел боп туған болмысқа. Жаныңда титтей маза жоқ, жолыңда тайға, қол қысқа. Табиғатыңнан шыға алмай, әйелдігіңе тұсалып, талантың арбап, жыландай шағады сені құсағып. Соны студент кезімізден бастап Фариза Оңғарсынованың жинақтарын жастығымыздың басында жастап жатып оқитын студент қыздардың бірі болатынбыз. Әрине сол бүгінгі күнге әдебиетке келуімізге, ақын болып аталып жүруімізге де сол Фариза апамыздың да ықпалы зор деп айта аламын. Фариза апаша өлең жазатын, жыр жазатын, сол кісінің тіпті сол кісінің тағдырын кешкісі де келетін сондай бір поэзиялық ағым болды, поэзиялық сондай бір үрдіс болды. Бұның өзі сол Фариза апаның қазақ поэзиясында қалыптастырған өзіндік орны деп ойлаймын. Ақынның қаламынан туған нәзік те отты жырлар әрдайым оқырманның жан жүрегін еріксіз баурап алатын. Оның өлеңдерінен өзіне тән өр мінезі, өршіл рухы, адам жанның қалтарысына өңіліп, соны таңғаларлықтай шеберлікпен аша білетін қуатты талант тек Фариза ақынға ғана тән ерлік еді. Ақынның қаламынан туған жауһар жырлар өз оқырмандарының ықыласына бөленіп келеді. Дана абай, қарашы өз бойында түгел мекен, ыстық жүрек өң шырай қуатпен күштегеніндей. Бойынан осының бәр табылып келген ақын азамат, қайраткер Фариза Оңғарсынова мәңгілік сапарына беттеген осынау күндері біздің халқымыз үшін, әрбіріміз үшін ол кісінің тұлғасы күннен күнге биіктей түседі. Қазақтың маңдайына біткен үлкен ақыны апайымыз, өзіміз танып жүрген апайымыз екі кітабына бірдей қол қойғанда мен өте қуанғам. Енді бүгінгі күнде осы о дүниелік болып жұбанып отырмыз, жаны жәннатта болсын дейміз. Өмірінің соңында өзінің кешкен барлық күндерінің не өкінбейтіндігін, барлық күндерінің сезімге айналып тірі қалғандығын соңғы өмірінің соңында бір шумақ өлеңінде бейнелеп кеткен ғой. Тағдыр ғұмыр кешіртпей мал жамаған, кемтар етпей, кендетпей, ар санадан ғұмыр бітті. Мен кешкен сәттің бірін сезіне алмай өтеді. Осылайша ақын апамыз ақтық сәтінде поэзияның ең соңғы нүктесін қойып, өмірмен қоштасты. Ия солай ақын рухы халық жүрегінде жаңғыра береді. Фариза есімі ұмытылмайды. Қазақтың аяулысы перизаты, өшпейді ешқашанда Фаризаты.